Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, үлгілі ауылы, үлгілі орта мектебі. Асанова Ақбота Бекболатқызы өзін-өзі тану пән мұғалімі. 3 сынып өзін-өзі тану сабағы. Әсемдік әлемінде тарауы бойынша сабағымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін 26 сабақ. Тақырыбы сүйіспеншілік пен жақсылық жолы. Бүгінгі сабағымыздың құндылығы сүйіспеншілік, қасиеттері бәрін жақсы көру, бауырмалдық және татулық. Сабақтың мақсаты өмірде жақсылық жасауға үйрете отырып, ішкі тыныштық құндылығының мәнін ашу. Міндеттері оқушыларды өміріндегі қиыншылықтарды шыдамдылықпен жеңуді ұғындыру. Жақсылыққа ұмтылып, өзіңді өзің алдамауға тәрбиелеу. Іс-әрекетті сабырлықпен, байсалдылықпен шешуге үйрету. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі: ағаш көркі жеміс, адам көркі жақсы іс, Саиф Сарайи. Берілген дәйек сөзден қандай ой түйдіңіздер? Осы дәйек сөзді назарға ала отырып, өз ойымызбен бөлісіп көрейік. Барлық адам өзіне, ата-анасына, отанына сүйіспеншілікпен қарайды. Бірге оқимыз айдары бойынша бізге қайырлы іс атты өсиет әңгіме берілген. Осы өсиет әңгімені сендерді тыңдауға шақырамын. Бір жолаушы қарт адамның жеміс ағашын отырғызып жатқанын көріп: «Қария, бұл отырғызып жатқан ағашыңыздың жемісін сіз көре алмайсыз ғой, несіне бейнеттеніп жатырсыз?» деп сұрайды. «Бізден бұрынғылар да осылай ағаш отырғызды, олардың жемісін біз жедік. Енді біздің еккен ағашымыздың жемісін кейінгілер жесін. Сол үшін еңбектеніп жатырмын» дейді қарт. Әлгі кісі бұл сөзге риза болып, алғысын жаудырады. Қымбатты оқушылар, сендерге өсиет әңгіме ұнады ма? Осы өсиет әңгімеден қандай ой түйдіңіздер? Ендеше оқушылар, қайырлы іс атты өсиет әңгіме бойынша берілген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Әңгімелесейік. Айдары: қарт адам қандай іс атқарды? Жолаушы оған неліктен таңғалды? Қарт адамның бойында қандай қасиеттер бар? Қарттың жасаған ісін қалай бағалауға болады? Жасаған жақсылығыңның шарапатын көру міндет пе? Неліктен? Өзің қандай қайырлы іс жасап көрдің? Бүгінгі сабағымыздың мұғалім сыйы ретінде ең ұлы құндылық сүйіспеншілік атты бейнежазбаны тамашалауға шақырамын.
Бүгінгі сабағымыздың жаңа ақпаратымен сіздерді таныстырып өтейін. Қандай адам болмасын, оның өмірі бөтендердің өмірімен байланысты. Дүние солай жаратылған. Күн, ай, жер, су бәрі бір-бірімен үзілместей болып шиеленіскен. Күнсіз жер жоқ, жерсіз су жоқ. Бұл табиғат үйлесімділігі. Адамды адам етіп жаратқан да сол сүйіспеншілік үйлесімділігі. Кісі бірін-бірі жек көруден емес, жақсы көруден көркейеді, өрісі кеңейді. Шығармашылық жұмыс. Оқулығымызда 122 беттегі 5-ші тапсырманы орындаймыз. Дихан баба атты аңызды оқимыз. Ондағы іс-әрекеттерге баға беріп, кестені толтырамыз. Маған ұнаған іс-әрекеттер, маған ұнамаған іс-әрекеттер. Менің ұсынысым. Сабақтың қорытынды сәтіне де келіп жеттік. Жақсылықты жасайық, жылы сөзді айтайық, жақсылықты көрейік. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.